Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сүзбеден қалған сарысудан дәл осындай жұмсақ мамықтай болып шығатын пирожкилер дайындаймыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген қызықты рецепттер болады. Жылы сарысуымызға ашытқы, қант, тұз және де майонез қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң аз-аз мөлшерден ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр илеп болған соң бетіне сұйық майды құйып, тағы да бір басып шығамыз. Жақсы көтерілу үшін алдымен салафан, содан соң крышка жауып, 1-1,5 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Салмасына картопқа су және тұз салып қайнатып аламыз, және де пиязымызды сары майға қуырып аламыз, барлығын бірге араластырып езіп аламыз. Қамырымыз көтерілген соң, оны бірнеше бөлікке бөліп, домалақтап аламыз. Қолмен жайып, ортасына картошкамызды салып, бір келкі етіп түйіп шығамыз. Көп мөлшерде қызып тұрған майымызға осылайша екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Осындай әдемі әрі дәмді пирожкиларымыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, және де комментарияға дайындаған болсаңыздар, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Жадыра.